Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осы өте дәмді, бәріңізге белгілі пупи-пай тортын үлкен мөлшерде дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге қажет болады жұмыртқа, шоколад, ұн, қант, сары май, какао және де қопсытқыш. Барлық ингредиенттер қажет мөлшермен төменде описаниеде толық көрсетілген. Ең алдымен таза және құрғақ ыдысқа жұмыртқаны саламыз және оған қантты қосып, екеуін жақсылап миксермен көпіртеміз. Егер сізде қол миксер болса, сонымен кәдімгідей көпіртсеңіз болады. Көріп тұрғаныңыздай мен 6 жұмыртқа қолдандым. Оның себебі бізде диаметрі 28 сантиметрлік үлкен торт дайындайтын боламыз және де корждар биік болып шығу үшін маған осы 6 жұмыртқа қосқан ұнайды. Жұмыртқа көпіріп дайын болғанша шоколад пен сары майды микротолқында пеште ерітіп аламыз. Шоколад орнына мен осындай глазурь, яғни капля қолданамын. Сіз кәдімгі плиточный шоколадты қолдана берсеңіз болады. Содан соң оны кішкене суытамыз да осы көпіріп дайын тұрған жұмыртқалы массаға қосамыз. Содан кейін құрғақ ингредиенттерді араластырамыз, яғни ұн, какао және қопсытқыш үшеуін ситоға салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де жаңағы сұйық массамызға осы ұн араласқан, яғни құрғақ ингредиенттерді 3 бөлшекке бөліп, сол массаға қосуымыз қажет. Құрғақ ингредиенттерді осылай 3 немесе 2 бөлікке бөлу арқылы сұйық массаға қосамыз және де миксерлеп араластырып аламыз. Миксерлеген кезде тек жай ғана араластырсаңыз болады. Қатты оны көпіртіп, қатты жылдамдықта араластырудың қажеті жоқ. Мінекей біздің барлық ингредиенттеріміз араласып дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, оның қоюлығы осындай болуы қажет. Енді осы дайын массаны пергаментті қағазға бөліп орналастыруымыз қажет. Ол үшін бізге 4 пергаментті қағаз қажет және де кальций мен фломастер қажет. Егер де сізде кальций болмаса, кәдімгі диаметрі 26-28 сантиметрлік формамен өлшеп алсаңыз болады. Мен осылай фломастермен 26-28 сантиметрді өлшеп алдым және де пергаментті қағазға фломастермен жазылған жағын теріс қараттым да, осылай 4 бөлікке ровно бөліп, барлық корждарды орналастырып алдым. Мінекей осылай 4 бөлшекке бөліп, жақсылап бір тегістетіп жағамыз және де әрбір коржды 180 градус қызып тұрған пеште 8-10 минут бойы пісіреміз. Піскен соң коржды суытамыз. Ол суығаннан кейін осылай кальциймен кесіп, жан-жағын бір тегістетіп, дөңгелек қылып кесіп аламыз. Неке қалған корждарды алып тастайсыз, сол кезде дөп-дөңгелек болып размері шыға келеді. Неке 4 коржда дайын. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толық көрсетілген. Мен осылай ыдысқа творожный сырды саламын алдымен, содан кейін оған қантты және де сливкиді қосамыз. Сливкиді ашар алдында міндетті түрде оның салқын болуы маңызды және де оны алдын ала араластырып алуы қажет, яғни шайқап. Содан кейін осылай үшеуін бір ыдысқа саламын да миксермен жақсылап тұрып, ол крем формасын ұстағанға дейін араластырып аламыз. Неке крем дайын болды. Қараңыздар, оның қоюлығы осындай болуы қажет. Яғни оның формасын ұстауы өте маңызды. Қасықпен алған кезде көріп тұрғаныңыздай қасықтан өздігінен түспеуі қажет. Енді тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін подложкаға осылай кішкене крем жағамыз. Ол торттың ортада тұрып, яғни жылжып кетпеуі үшін. Содан кейін бізге осындай кондитерлік пакет және де дөңгелек пупи-пайға арналған насадка қажет. Сол арқылы біз осылай кремдерді өте әдемі етіп, яғни шарик формасында орналастырып шығамыз. Неке мен видеода жай сіздерге көрсеттім. Дәл осылай орналастырсаңыз, сіздің шариктеріңіз әдемі болып шығатын болады. Мүмкін сізде бір жасағаннан бұндай өте әдемі дөңгелек шариктер шықпауы мүмкін, бірақ сіз мойымай қайтадан жасап үйреніп көрсеңіз, қолыңыз үйреніп, сізде де осындай әдемі шариктер шығатын болады. Содан кейін қалған орталарына қалған кремді осылай салып аламыз. Және де оны тегістейміз. Мен ол үшін осындай лопатканы қолдандым. Сізде ол болмаса, кәдімгі қасықпен де тегістеп жасасаңыз болады. Және де сіздерге айта кететін маңызды жайт, ол кремді алдын ала салар кезде оны үшке бөлу маңызды. Яғни бізде 4 корж ғой, сол себепті 4 корждың ортасына біз
3 бөлек крем жағатын болғандықтан осы кремді ровно бір ыдысқа салып өлшеп алу арқылы, яғни бірдей мөлшерде әрбір коржға бірдей етіп салсаңыз, сол кезде кескен кезде тортыңыз ортасындағы кремдері де біркелкі, яғни бірдей мөлшерде болғандықтан әдемі және де дәмді болатын болады. Және шариктеріңіз де осындай әдемі болып шығады. Міне видеода көрсетілгендей қайтадан екінші коржды салып, одан кейін екінші слой кремді қайтадан осылай жағып шығамыз. Содан кейін үшінші коржды саламыз және де үшінші слой кремді тағы да дәл солай шарик етіп және де ортасына біркелкі етіп жағып шығу арқылы орналастырамыз. Содан соң соңғы төртінші коржды саламыз. Мінекей осылай барлығын тегістеп орналастыруыңыз маңызды. Содан кейін кішкене ғана крем қалса, соны осылай бетіне жағып шықсаңыз болады. Яғни ол корждың беті бір тегіс болу үшін маңызды. Содан кейін бетіне жағатын глазурды дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттар шоколад және де сары май. Осы екеуін аламыз да микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Мен осындай капля қолдандым тағы да. Егер де сізде капля болмаса, кәдімгі плиткалы шоколадты қолдана берсеңіз болады. Оны микротолқынды пеште немесе өзіңізге ыңғайлы болса, водяная баняда осылай ерітіп аламыз. Содан кейін торттың бетіне осылай әдемі етіп, барлық жеріне жететіндей етіп, біркелкі қылтып құямыз. Және де әрбір жеріне осылай жағып шығамыз. Содан кейін артылып қалған шоколадтарды, яғни осылай ағып кеткен бөліктерін тазартып, жан-жағын аламыз. Және де сүрткішпен барлық жан-жағын оны тазалап аламыз. Ол әдемі болуы үшін маңызды. Мінекей тортымыз дайын болды. Қараңыздар, осындай болып шығады. Сіздерге видео оңай болды және түсінікті деп ойлаймын. Енді мен бұл торттың бетіне жазу жазған болатынмын шоколадтан. Мінекей осылай құрбан айт қабыл болсын деп ақ шоколадтан жазу жазған болатынмын. Сол видеоны көргіңіз келсе, мінекей видеоның бетіндегі сілтемені тікелей басу арқылы көресіз, немесе төменге описанияға да ссылкасын қалдырамын. Сол жерден келесі видеоны қарау арқылы дәл осылай шоколадпен жазуды және де осындай әрлеуді үйрене аласыз. Видеом ұнаса, сіздерден кері байланыс және де қолдау күтемін. Көп-көп рахмет!